алып келдік ортамызға? Таза су алып келдік. Осы су арқылы көптеген тәжірибелер жасайтын боламыз, да? Міне, таза су, екеуіңде де таза су. Міне, Еркежан қазір қасықпен суыңа тұз сала ғой. 2 рет, 2 қасық тұз сала ғой. Көп етіп сала ғой. Тағы да саламыз. Тағы сал. Ой, молодец. Енді бұлай былғап жібер қасығыңмен. Қасығыңды шығарып қоя қой. Енді мына жұмыртқаны алып суға салайық. Сала ғой суға. Әрсен сала ғой сен. Жіберіп қой. Жіберіп қой. Еркежан, сенің жұмыртқаң қандай бетіне шығып тұр ма, астында тұр ма? Шығып тұр. Арсен, сен кіші? Батып тұр. Өйткені Арсеннің суы қандай? Таза су. Еркежандікі тұзды суды. Мінекей, тұзды суға жұмыртқаны салғанда жұмыртқа бетінде қалқып жүреді екен. Ал таза суға жұмыртқаны салса, астына батып тұрады екен. Мінекей, сіздердің алдарыңызда түтікше салынған, ішінде суы бар баклажка тұрды. Ортада тағы да бір ыдыс тұр. Менің қолымда не мынау? 2 шар. 2 шар. Қазір осы шарды үріп, мына баклажканың аузын кигіземіз де, шарды жерін жіберу арқылы мына ыдысқа су құятын боламыз. Сол тәжірибені жасап көрейік. Жарай ма? Мына шарды үре қойыңдар екеуіңіз. Бере ғой. Қазір көмектесейік. Сен баклажканы ұстап тұра ала, сен маған көмектес. Еркежан баклажканы ұстап тұр, сен маған көмектес. Енді жайлап шарды жібереміз. Ал, жіберіңдер жайлап. Міне Арсенікі жайлап жіберу керек. Көрдің бе, Еркежан? Суаға жібереміз. Мені көрдік пе? Үстіп суды ағызып алады екенбіз, де? Молодец, жарайсыңдар. Балалар, менің қолымда қолғап бітті, медициналық қолғап. Қазір осыны мен суға салам. Қандай нәтиже берді? Үрілді, Еркежан. Енді судан алғанда үрілген жоқ. Міне Арсен, сен істеп көрші ме? Істе ғой. Мінекей, не істеді? Үрілді де, судың несімен үріліп кетті. Енді Еркежанға берейік. Еркежан, сен істе ғой. Мінекей, керемет болып үрілді де. Жақсы. Рахмет балалар. Бүгінгі нәтижеміз осымен аяқталды.